Мен Айшуапа Гүләбен. Құрметті қонақтар, жаңа эвакуацияны естідіңіздер. Жеке автокөлікпен елді мекендерде, яғни Жаңақаратон, Тұрғызба, Ақкесті-Тоғай, әртүрлі елді мекендегі азаматтарымыз жеке автокөлікпен теңіз кен орнына бара алмайды. Бара алмайды, иә? Теңіз кен орнына бара алмайды. Өздерінің жеке автокөліктерімен көршілес облыстарға қазірден бастап шығып кете беруіңіз керек. Иә? Ал сонымен қатар қазір теңіз кен орнына орналастырылатын азаматтарымыз үшін автобуста ұйымдастырып жатырмыз. Енді сондай жоқ. Полный эвакуация дегеннен кейін судың мәселесі қаралмайды уже. Болды, полный эвакуация. Біз Құлсары қаласын азаматтарымызды аман-есен алып қалу үшін шығарамыз. Су тоқтай ма? Жаңақаратонды айтасыз ба? Қазір біз өзіміздің уақытымызды тиімді пайдаланайық. Мына жерден тұрып, жарты сағат, бір сағат. Қаратон айтасыз ба? Қаратон. Қырғын халық күтіп отыр. Қаратон айтыңдар. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар.